Еліміздің төтенше жағдайлар қызметі алғаш құрылған уақыттан бастап табиғи және техногендік апаттарда өрт жағдайларында жедел әрекет ететін, халыққа психологиялық медициналық қызмет көрсететін құрылым ретінде қалыптасты. 19 қазан құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Осы айтулы мерекеге орай біз Сәтбаев қаласындағы номер 18 өрт сөндіру қызметі бөліміне келіп отырмыз. Бұл жерде қазір біз осы өрт сөндірушілердің жалпы бір күнде атқаратын қызметін толыққанды өз көзімізбен көретін боламыз. Олай болса, осы бағдарламадан алыстамаңыздар, бірге тамашалайық. Өрт сөндіруші құтқарушылардың қызметі қашанда қауіп қатерге толы. Адам өміріне араша түсіп, жалындаған тілсіз жаумен күресте төтенше жағдайлар қызметкерлерінің еңбегі ерен. Аталған маман иелерін кәсіби мерекелермен құттықтай отырып, Сәтбаев қалалық номер 18 өрт сөндіру бөлімінің бір күндік қызметімен танысып қайттық. Атап өтейік, 2019 жылдың 26 маусымдағы бұйрыққа байланысты құжаттарды қайта рәсімдеу жүргізіліп, қаламыздағы номер 44 өрт сөндіру бөлімі, номер 18 өрт сөндіру бөлімі болып өзгертілген екен. Өрт сөндірушілердің әр таңы бөлім басшысына есеп беруден басталады. Бұл азаматтардың қауіпсіздігін алдағы 24 сағат бойы келесі ауысымның күзететінін білдіреді. Құтқарушылардың әр сағаты жоспарланған. Все, провести инструктаж с личным составом и вперед на жилой сектор. Вопрос, если какие-то есть. Олар алдымен өрт сөндіру құралдары мен техниканың жағдайын тексереді. Теориялық сабақтар өткізеді, оқу-жаттығу, дене шынықтырумен айналысады. Біздің қызмет әрине ең бірінші халыққа қызмет ету, халықтың тыныштығын және ұйқысын күзететін қызмет. Өйткені біз бір тәулік бойы осы жерде кезекшілік атқарамыз. Біздің қызметте өте жүректі, батыр жігіттер жұмыс істеп жүр деп айтуға болады. Өйткені біздің жұмыс өте қауіпті, қатерлі. Өйткені өрт тілсіз жау дейді. Ол қандай жерде қандай өрт болатын, оның ішінде қандай жағдай болып жатқанын ешкім білмейді. Сондықтан да біздің мамандар өз бастарын қатерге тігіп, халықтың тыныштығын сақтап, халыққа көмек көрсетіп, құтқаруға тырысады, өз өмірлерін қатерге тігіп. Жалыннан жасқанбайтындардың әрдайым құрал саймандары сақадай сай, дайындықтары жоғары болу керек. Себебі бұл іс сәл мүлт кетуді кешірмейді. Өрт шыққан жағдайда ең бірінші қоңырау дабылы осы мекемеге түседі. Арнайы тұтқада отырған кезекті диспетчер оқиға болған орынды анықтап, оқиға орнына бір жауынгерлік есеп жіберіледі. Өрт сөндірушілер үшін ең бастысы жедел әрекет ету. Әр секунд санаулы. Дабыл қағылған сәтте жігіттер шырт ұйқыда немесе асханада отыруы мүмкін. Бұл маңызды емес. Мақсат оқиға орнына бірінші болып тез жету. Түсірілім аясында Гурба көшесі 79 мекен жайынан шыр етіп диспетчерге шақырту түсті. Ал өрт сөндіру қызметкерлері дабылды ести сала қызметке қажетті киімдерін киіп шақырту түскен мекен жайға аттанды. Сәтбаев қаласының номер 18 өрт сөндіру бөліміне келіп түсетін әрбір шақырылымға өрт сөндіру қызметкерлері жалпы уақыты 1,5 минуттың ішінде осы мекемеден шығуы тиіс. Атап өтсек, оның ішінде қызметкерлер 28 секунд ішінде киініп, мына мен отырған көлікке мініп, тапсырылған мекен жайға жөнелтілуі тиіс екен. Өрт сөндіру қызметі бастығының орынбасары азаматтық қорғау капитаны Әбдіманап Сағатовтың айтуынша қала аумағында жыл басынан бері 56 өрт тіркелген. Өртті болдырмаудың алдын алу жұмыстары жіті жүргізіліп жатқанымен тілсіз жаудың тіркелуі бәсеңдемеуде. Сонымен 2019 жылдың ағымдағы кезеңінде Сәтбаев қаласында 56 өрт тіркелді. Оның ішінде 2 адам жарақат алған, 2 адам ішінде 1 бала. Сонымен қатар жалпы 36%, яғни
12 өрт көлік құралдарында болды. Соның 42%, яғни 14 өрт тұрғын секторында. Және де бұл өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарда 2 өрт. Емдеу сауықтыру мекемесінде Мошада сауда орындарында есептік кезеңде өрт тіркелген жоқ. Қоғамдық тамақтану орындарында есептік кезең ішінде 1 өрт тіркелді. Жану жағдайлары бойынша өрт ретінде мемлекеттік есепке алынғаны 32 материал Сәтпаев қаласының полиция бөлімінде процессуалдық шешімдер қабылдау үшін тексеруге жіберілді. 1 өртті жағдай бойынша кінәлі заңды тұлға әкімшілік іс қозғалды. 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жалпы сомасы 63.125 теңге жауапкершілікке айыппұл тартылды. Тілсіз жаумен айқаста өрт сөндіруші жанын шүберекке түйіп, амандығын арқа сүйер әріптестеріне тапсырады. Қуаныш жас өрт сөндіруші. Бұл қызметке небәрі 10 ай бұрын келген. Қуаныш жаста болса да жолдастарына сыйлы. От кеше жүріп, ойға түйгені де аз емес. Мен Аукеш Қуаныш Төлеутайұлы Сәтпаев қаласы номер 18-ші өрт сөндіру бөлімінде жұмыс атқарамын. Жалпы бұл жұмысқа келген себебім менің туған ағаларым құтқарушы болып жұмыс жасайды. Сол кезінен бала кезінен армандап осы мамандықты таңдадым. 9-шы мектеп бітіргеннен кейін төтенше жағдайда қорғау бөлімі бойынша Қарағандыда білім алып, 1 жылдық әскери мерзімді атқарып, осы өрт сөндіру бөліміне жұмысқа тұрдым. Жалпы өрт сөндіру бөлімінің қиыншылығы ол әлемдегі 10 ең қиын мамандықтарға жатады. Осы сәтті пайдалана отыра барлық құтқарушыларда өздерінің кәсіби мерекелерімен 18-ші бөлімнің жеке құрамы және де өз атынан сіздер шын жүректен құттықтаймын. Жұмыста жемісті болыңыздар, табысты болыңыздар. Өрт сөндірушілер тек жұмыспен ғана шектелмей, апта сайын мектеп қабырғаларына барып түсіндірме жұмыстарын жүргізсе, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін жоғары сынып оқушыларын өрт сөндіру бөліміне шақырып, олардың киімдерімен, құрал жабдықтарымен таныстыруды да күнделікті істеріне айналдырған. Қызығушылық танытқандар сабақ барысында киімдерін киіп көріп жатты. Руки возьми, закидывай. Бөлімде бізде қарауылда 14 адам болады. 14 адамның 14 адамы да кезекшілікке түспейді. Кейбір кезде 3-еуі еңбек демалысында болады. Жалпы қарауылда 12 адам. 12 адам біздің қарауылда 3 бөлім командирі бар. Әр 3 бөлім командиріне өзі бекітілген қызметкерлер бар. Қызмет тағы айтайын, бізде жауапкершілікті әрине, ол біз тәулік бойы осы жерде кезекте боламыз, тағы айтайын. Енді Аллаға шүкір, енді жылдан жылға ақырын жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Мына жақта новый акция беріп, мына жерде КАМАЗ деп айтсақ болады, міне өте өстіп қатарымызға новый техникалар толып жатыр. Түсірілім барысында арнайы мамандар жоғары қабатта өрт салдарынан есінен танған адамдарды құтқару кезіндегі жедел қимылдаудың әдістерін жан-жақты бізге түсіндіріп, әрбір қажетті құрал жабдықтардың жинау үлгілерін де көрсетті. Айлау тәртібі. 2 аяқтан өткіземіз. Сосын бір басын аламыз да астына кигіземіз, мойыннан. Мойыннан кигізіп, осы жіптің бір үшін белгілеп өткіземіз да 2 ортасынан өткізіп, мына жерді байлап, шешіліп кетпес үшін. Сосын үстін қабаттан домалақтап қайтсуға қарайбенгенде білеміз. Білген сәтте сүрген кезде жіптің бір ұзын жағын белімізге ұстап, ақырын төменге қарата Құтқарушылардың кәсіби мерекесіне арналған түсірілім кезінде өрт сөндірушілермен тілдесіп қана қоймай, олардың салмағы ауыр киімдерін киіп, өрт сөндіру көлігіне жүгіріп мінуді де жасап көрдім. Бұл әрине көрген жанға күлкілі болуы мүмкін. Ал мен осы азғантай уақыттың ішінде өрт сөндірушілердің жұмысының қаншалықты ауыр екеніне көз жеткіздім.
Өздеріңіз білетіндей, журналистік зерттеуімде көбіне мен әр саланың қызметкерлерінің жұмыстарын көрсетуге тырысамын. Бұл бағыт жалпы өзіме қатты ұнайды, себебі әрбір журналистік зерттеуімде мен осы әр саланың қызметкерлерінің жұмысының қаншалықты ауыр екенін түсінуге тырысамын. Себебі оған осындай бір мына үстінде тұрған киім өте ауыр, қанша салмақты екенін білмеймін, бірақ та қанша ауыр болса да осы өрт сөндірушілердің қызметін бір жақынырақ түсіну мақсатында осы киімді көріп, арнайы көлікке мініп, осы өрт сөндіру бағытындағы жұмыстарға бірге атсалыстым. Болатбек Айменов өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарының мемлекеттік мекемесі 2-ші жасағы номер 18-ші өрт сөндіру қызметінің аға жүргізушісі. 2007 жылдан бері аталған қызметте қалтқысыз жұмыс істеп жүрген жандардың бірі. Болатбек Ғаниұлының шапшаңдығының арқасында өрт сөндірушілер белгіленген уақыт ішінде діттеген жерлеріне жетеді. Мен осы өрт сөндіру қызметінде аға жүргізуші қызметін осы 2007 жылдан бері атқарамын. Енді жүргізушінің міндеті өрт болған кезде апат жағдайларында дер кезінде апатты аудандарға жеке құрамды жеткізу және өрт сөндіру құралдарын жеткізу міндеті. Өрт жеңдерін жаңада жайып беремін. Бұл жерде енді жүргізушінің міндеті негізі өрт сөндіру автокөліктерінің қасынан кетпеу ғой. И жаңағы бастықтардың бұйрығыменен жұмыс атқару керек. Көбінше радио құрылғымен жұмыс істейміз. Барынша сақ болып жаңағы бала-шағаларын қадағалап, жаңағы үй пештер дейді ғой, жаңағы үй пештерін қараусыз қалдырмауға солай кеңес беретін. От жағатын, әсіресе от жағатын аудандарда пешке от жағады ғой бізде былай. Сол кезде өте сақ болын. Одан кейін көбінше мынау жаңағы телефон құрылғылары бар ғой, зарядчик дейді ғой. Сол зарядчиктерін қараусыз қалдырмауға кеңес беретін. Әрбір сұхбаттасқан өрт сөндірушілеріміздің сөздерінен жақыны болмаса да өзге біреу үшін шын көңілден алаңдайтындықтарын байқадық. Бізбен болған әңгіме барысында тұрғындарды өрттен абай болуға үндеумен болды. Өрт кесірінен қаламызда ағымдағы жылдың басында бір ана мен баланың көз жұмуы тіркелсе, екі кішкентай баланың шырпымен ойнауы барысында түтінге уланып аман қалған оқиғалар тіркелген. Сондықтан мамандар әрқашанда балаларды қараусыз қалдырмай, сақтық шараларын жасап отырса деген өтініштерін білдірді. Жаңағы тұрғын үйде болсын, мейлі саяжайда болсын, өзіміздің құрметті де қадірлі Сәтбаев қаласының тұрғындарына өрт қауіпсіздігін сақтаса деген бір сұраныс білдіргіміз келеді. Қарапайым өрт сөндірушілермен болған сұхбат барысында олар өрт сөндіруші болу үшін мынандай қағидалардан сүрінбей өту қажет екендігін атап кетті. Бірінші, нормативтерді жақсылап тапсыру, шыдамды әрі күшті болғаныңыз дұрыс. Кейде биік ғимараттардан тек заттар ғана емес, адамдарды да түсіруге тура келеді. Сондықтан қандай күш керектігін бағамдай беріңіз. Арнайы техниканың барлық қыр-сырын меңгеру керек. Алғашқы көмек көрсетудің жолдарын білу. Денсаулығыңыздың мықты болғаны дұрыс. Биіктікте жұмыс жасап үйрену, осындай дайындық болған жағдайда ғана өрт сөндіруші болуға дайынмын деп есептеу қажет. Енді бізде былай ғой, біз өрт болған кезде дабыл соғылады, дабыл соғылғанда бізде өртке шығамыз. Әрине, кедергілер болады. Өйткені әр қилы кедергілер болады. Біз өтіп кететін өрт жерге баратын жерде мүмкін біреу қала тұрғындары автокөліктерін қойып қою мүмкін, жоқ әлде біреу жолды бөгет қою мүмкін. Бірақ әр минут, әр секунд ол біздің емес, ол халықтың өміріне өте қажет нәрсе. Өйткені біз шықсақ, тек қана халыққа қызмет етіп, сол өртті оқшаулап, толығымен сөндіруге тырысамыз. Қандай да жағдай болмасын, қандай да қиыншылық болмасын, ол біздің жұмысымыз. Біз маман болып тұрғаннан кейін сол жұмысымызды 100%-ға атқарып, халыққа қызмет етуге әрқашан дайынбыз.
Өрт сөндіру қызметі нағыз ерлердің мамандығы. Сондықтан оған тепсе темір үзетін, білекті де жүректі сыр беріп сескенбейтін 18 бен 35 жас аралығындағы нағыз ер азаматтар ғана таңдалып алынады. Өрт сөндіру қызметі бастығының орынбасары азаматтық қорғау капитаны Әбдіманап Сағатовтың айтуынша, осы аталған мамандыққа қызығушылық танытқандар үшін Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институты абитуриенттерді қабылдайды екен. Бұл оқу орнына түскен студенттер үшін тегін оқу кепілдендірілген жұмыспен қамтуда қарастырылған. Алайда оқу орнына кез келген азамат түсе алмайды. Білім ордасының шарттарынан сүрінбей өткен жігіттер ғана өрт сөндіруші мамандығын тегін оқуға мүмкіндік алмақ. Көкшетау қаласында Ішкі істер министрлігінің Көкшетау техникалық институты орналасқан. Ол жерде жалпы кадр дайындайтын шеберхана десек те болады. Ол жерде бірыңғай офицер мырзалар сол жерден 4 жыл оқып, білім алып, сосын уже қалған бөлімшелерге қызметке жіберіледі. Ол кезде өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайларда қорғау мамандығы оқытылады. Ол жерге мысалы 11 бітіріп, ОБТ және қ тапсыратын жас балалар солар тартылады. Бұл мемлекеттік оқу орны болғандықтан кейін ол жерде 4 жыл оқиды. Жаңағы бүкіл сатыдан өткен үміткерлер 4 жыл оқып, 4 жыл казармалық жағдайда жатады. Егер үлгерімдері нелер жақсы болса, оларға шәкіртақы төленеді. Мемлекет тарапынан киіндіреді оларды. Және соған сәйкес мемлекет өзі қызметке орынға, жұмыс орнына орналастырады бітіргеннен кейін лейтенант атағын беруімен. Сатпаев қаласындағы өрт сөндіру бөліміндегі жұмысқа қатысты ерекшеліктердің бірі жұмыс өтілінің есептелуі. Мысал үшін, 1 жыл осы мекемеде қызмет атқарсаңыз, ол еңбек кітапшасына 1,5 жыл болып есептеледі. Басқа қалада 30 күндік еңбек демалысы берілсе, біздің шаһарда 45 күндік еңбек демалысы беріледі екен. Және жалақыңыз демалыс кезінде де есептелетін болады. Атап өтейік, қазіргі таңда қаламыздағы бұл бөлімге лауазымдарға қабылдау жүргізілуде. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті, Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі министрлігінің әскери даярлау бойынша мамандандырылған мекемелерінде әскери дайындықтан өткен. Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметінде болған денсаулығы бойынша әскери қызметті өтеуге жарамды жасы 18 бен 35 жас аралығындағы азаматтарды өрт сөндіруші және жүргізуші ваканттық лауазымдарына қабылдау жүргізілуде. Қажетті ақпараттарды алу үшін қаламыздағы Гурба көшесі 71-ші мекенжайда орналасқан өрт сөндіру бөліміне жүгінсеңіз болады. Кәсіби мереке аясында түсірілген бағдарлама болғандықтан бөлім қызметкерлері әріптестерін мерекемен құттықтауды да ұмытпады. Осы сәтті қолдана отырып, әріптестеріме тілек айтқым келіп тұр. Құрметті әріптестер, төл мерекемізбен болып жатқан төл мерекемізден құттықтаймын. Денсаулықтарың мықты болып, алға қойған арман мақсаттарыңызға жете беруіңізге тілектеспін баршаңызға да. Құрметті әріптестер, 19 қазан құтқарушы күні мерекесімен құттықтаймын. Әрқайсыңыздың отбасыларыңызға амандық, ұжымда бірлік және төтенше жағдайлар аз болсын. Соны Өрт сөндіруші үшін адамның өмірі бірінші кезекте. Мардымды жалақы алмаса да, өз жанын салып жүгіреді. Осы бағдарлама нәтижесінде өрт сөндірушілерге деген құрметім арта түсті. Отпен арпалысқан оғландардың әр күні осылай. Абайсызда өрт шықса, жылдам 101-ге қоңырау шалыңыз. Сайдың тасындай сайып қыран, өрт сөндірушілер әрқашан көмек көрсетуге әзір. Апат айтып келмейді. Сақтана жүрудің пайдасы болмаса, зияны жоқ. Әсіресе өрт кезінде ескерер қауіпсіздік ережелерін естен шығармаған абзал.